Нұрлы жол бағдарламасы аясында 29 мыңнан астам жалға берілетін пәтер салынады. Бұл туралы бүгін Бәйтерек холдингінің қоғамдық кеңесінің отырысында премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Пәтерлердің 60% Алматы, Астана, Шымкент, Ақтөбе қалаларында және 40% облыстық орталықтарда, моноқалаларда, ауылдық елді мекенде орналасқан. Вице-премьердің айтуынша, елбасының тапсырмасына сәйкес аймақтардың даму бағдарламаларына, арендалық тұрғын үйлердің құрылысы саласына тиісті өзгерістер енгізілді. Бағдарлама бойынша шағын пәтерлерге басымдық беріледі, ал ауданы 50 шаршы метр пәтердің ай сайынғы төлемі 56 мың теңгеден аспайды. Пәтерлерді беру барысында көп балалы және толық емес отбасыларға, мүгедек балалары бар жанұяларға, сырттан келген қандастарымызға, мемлекеттік және бюджеттік мекеме қызметкерлеріне басымдық беріледі. Сонымен қатар пәтерлердің 50%-ын үйленгендеріне 3 жылдан кем емес 35 жасқа дейінгі жас отбасылар алады. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша тұрғын үй коммуналдық қорында 300 мың адам пәтер кезегінде тұр. Олардың 130 мыңнан астамы халықтың әлеуметтік әлсіз топтары, 124 мыңы бюджеттік және мемлекеттік қызметкерлер, 43 мыңы жетімдер. Бұл кезектің саны ұлғайып келеді. Нұрлы жол бағдарламасы аясында құрылыс компаниялары салған 29 мыңнан астам пәтер сатып алынбақ.